Балалар, бүгінгі біздің алгебра пәнінен өтетін ашық сабағымыздың тақырыбы тригонометриялық формулалар. Және оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары тригонометриялық функциялардың бұрыштарының қосындысы, айырымы және қос бұрыштың формулалары, жарты бұрыштың формулаларын бүгін біз сіздермен бекітетін боламыз және соларды есеп шығару барысында қолданатын боламыз. Балалар, ең бірінші біз сабағымызды бастамас бұрын 3 топқа бөлініп алу үшін мына киіз үйдің ішіндегі өздеріңізге ұнайтын кез келген киіз үйдің ішінен қай топқа баратындықтарыңызды анықтап алу үшін таңдасаңыздар болады. Жақсы балалар, сіздер мына киіз үйдің ішінен қай ауылдың намысын қорғайтындарыңыз анықталды. Яғни әрбір киіз үйден өздеріңізге тиесілі ауылға қонақ болып барып, сол ауылдың намысын қорғаймыз. Демек, балалар, мен бүгін сіздерге ашық сабағымызды ұлттық ойындар әдісі арқылы өткізгім келіп отыр. Яғни бізде биылғы жылға атаулы дата қандай? Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойы. Сіздерге Құнанбай ауылы, Ырғызбай ауылы және Кеңгірбай ауылы деген 3 ауылдың атын бердік. Яғни ол ауылдар Абай жолы романында кездесетін ауылдардың аттары. Сондықтан да 3 ауылға бөлініп отырдық. Ең бірінші балалар, ашық сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыптарды, яғни формулаларды еске түсіру үшін кім тақтаға келіп формулаларды жазып кетеді? Тригонометриялық функциялардың бұрыштарының қосындысының формуласын кім жазады? Бұл бізде тригонометриялық функциялардың бұрыштарының қосындысының формулалары. Және айырымының да формулалары тұр, иә? Жақсы, өте тамаша. Айданаға рахмет, отыра ғой. Балалар, бұл формуланы біз қазір есеп шығару барысында қолданатын боламыз. Келесі балалар, тақтаға кім қос бұрыштың формулаларын жазып береді? Тез. Бізде қос бұрыштың формулалары. Дұрыс па, балалар? Жақсы. Айзере, отыра ғой. Келесі балалар, жарты бұрыштың формулаларын кім жазады? Елдана, келе ғой. Бізге формула жазды. Дұрыс па барлығы? Жарты бұрыштың формулалары. Қай жерде таңба қателескен? Синус альфа бөлінген 2, яғни синустың жарты бұрыштың формуласында бір алынған. Дұрыс айтасың. Жақсы. Жақсы. Қалған дұрысы, е? Косинус альфа. Астында, тангенста. Тангенс альфа, котангенс альфа бөлінген 2. Жарты бұрыштың формуласыға альфа бөлінген 2. Альфа бөлінген 2. Жарты бұрыштың формулалары. Мына жақта косинус альфаның ұмытып кеттім. Жақсы, балалар. Әрбір топқа бөліндік, топтың басшысын сайлап алдық. Олай болса, мен сіздерге қазір алдарыңызға бағалау парағын таратамын. Бұл бағалау парағы, яғни топ басшылар өздеріңіз бағалап отырасыздар. Дискрипторлар жазылған әрбір тапсырманың, сол дискрипторларға байланысты бағалау процесі жүреді. Сондай-ақ, мына жерде сіздер соңында баланың атын жазасыздар және соңында кім қандай балға ие болғанын маған жазып бересіздер. Балалардың атын жазып қойыңдар, топтағы балалардың аттарын. Балалар, келесі біздің тапсырмамыз ең алғашқы топтық тапсырма. Қазір сіздерге берілетін топтық тапсырма ұлттық ойын арқылы өтеді, яғни қазандық деген ұлттық ойын арқылы өтеді. Қазандық ұлттық ойынның ережесін мен сіздерге айтып кетейін. Осындай қазандық болады, ортасында және осылай 3 топқа бөлінген, яғни асықтар болады. Әр топ өзінің асықтарына тиесілі асықтарды аласыздар. Және сіздерге осыған байланысты әрбір асыққа арналған тапсырмалар болады. Кім сол тапсырманы, бірінші тапсырманы орындап келген команда,
осылай асықты қазандыққа тастайды. Әрбір бір асық сіздерге 1 ұпай балл береді. Түсінікті ғой, иә? Демек, бұнда шапшаңдық және есепті дұрыс шығару дағдылары бағаланады. Олай болса, қазір іске сәт, мен сіздерге тапсырмаларды таратамын. Бір есепті шығарасыздар, дұрыс шықса, бірден қазандыққа келіп тастайсыздар. Одан кейін барып, біз қатемен жұмыс жасаймыз. Жақсы ма? Кеттік. Осында жазасыздар, балалар. Осы жерге жазып шығарсаңыздар болады. Команда болып, бірге бірлесіп шығарамыз, е? Балалар, мұна жерде тезірек бір есеп шығарасыздар, бірден барасыздар да өздеріңе көк түс па, көк түстің бір асығын тастайсыздар қазандыққа, жарай ма? Солай. Алдыда балалар, Құнанбай ауылы келе жатыр. Тездетеміз. Қазандыққа. Аха, жақсы, тамаша. Жоқ. Қызыл асықты ма қазандыққа тастайсың? Бір есеп шықты ма? Жақсы, тамаша. Жақсы балалар, ойын тоқтатылды. Неге себебі бізде Құнанбай ауылы қазандыққа барлық асықтарын тастап үлгерді. Бізде екінші орында келген Кеңгірбай ауылы тапсырмаларының барлығын дұрыс орындап, яғни қазандыққа өздерінің асықтарын тастады. Сондай-ақ Ырғызбай ауылы бізде екі асықты қазандыққа тастады. Балалар, мұңаймаймыз, алдыда әлі де келесі ойын бар. Ол ойыннан сіздердің бақтарыңыз жанып кетуі мүмкін. Сондықтан да келесі бөлімге көшейік. Балалар, келесі бізде бөлім жұптық тапсырма. Жұптық тапсырманы біз теңге ілу деген қазақтың ұлттық ойын арқылы өткізетін боламыз. Яғни қазір жұптасып, топтың ішінде бір-бірімен жұп құрасындар, қатар отырған, іргелес отырған екі бала бір-бірімен жұп болады. Солай жұптасып жұп құрасындар, және жұптың біреуі келеді де, мына атпен келеді де, яғни теңгені іліп әкету керек. Сол қандай номердағы теңге түсті, содан тапсырма алып, жұптасып орындайсыздар. Жақсы ма? Олай болса кеттік. Болса сонда. Келіп, сол тапсырмаға ана жердің 10 осымен бірге. Ой, мына 9. Жоқ, дәптерге жазасыздар, дәптерге шығарыңыздар. Балалар, білесіңдер, теңге ілу ойынына уақыт саны шектеулі. Сіздерге 3 минуттарыңыз қалды. 3 минуттан кейін уақыт тоқтатылады. Кім қанша есеп шығарып үлгереді, және кімнің теңгесі барып қоржынға салынады екен. Көбейтесіздер, мынаны көбейтесіздер. Мына есептерің қате болып тұрады сонда. Просто сандарды көбейтіп, түйіндесіне көбейтіп, жоқ, мына жерде түйіндесіне көбейткен кезде сенде былайынан болады. 3 минус түбірасында 3 болса, 3 плюс түбірасында 3-ке көбейтер керек. Сонда а квадрат минус б квадрат формасына келеді. Жақсы. Мына жерде керісінше болады да, аударылып, онда бізде қысқарып кетеді ана, е? Жақсы. Келесі. Білінеді екен, е? Жақсы балалар, жақсы жұптық тапсырманы орындадыңыздар. Енді қатемен жұмыс және өздеріңізді бағалау үшін, неше балл жинағандарыңызды білу үшін қатемен жұмысты тексеріп алсаңыздар болады, е? Балалар, қатемен жұмысты жасап алды. Өздеріңіздің қанша тапсырманы жұптасып, қанша тапсырманы дұрыс орындағандарыңызды топ басшысы жазады. Енді келесі балалар бізде кері байланыс, яғни бүгін сіздер не игердіңіздер, жекеше жұмыс кері байланыс арқылы, осындай ақсүйек ойын арқылы кері байланыс бересіздер. Балалар, ақсүйек ойынның тапсырмасы мынандай. Ақсүйек деген ойын білесіздер, кеш батқан кезде, ай жарық кезде осындай
кешкілік кезде жастардың ойнайтын ойыны. Мына жерде сіздерге жасырылған сүйектеріміз бар, ақ сүйектеріміз бар. Сол ақ сүйектердегі тапсырмаларды әрқайсысы бір-бір сүйектен алып орындайды. Қанша топтан неше сүйек алынды, соған байланысты сіздер есеп дұрыс шықса, онда сіздер сүйекті алып қаласыздар. Ал есепті сіздер шығара алмасаңыздар, онда қайтадан келіп сүйектерін орнына қойып қоясыздар. Яғни ол табылмаған ақ сүйек ретінде қалады. Түсінікті ма ойын шарты? Жақсы, олай болса бастаңыздар. Тоғыз, он, жеті, он, тоғыз. Жақсы, балалар. Сіздерде барлық сүйек табылды, е? Жақсы. Сіздерде ақсүйек табылмаған ақсүйектер екеу, е? Жақсы, балалар, олай болса, біз қорытындылайық. Мына кері байланыс әдісінде енді көршіңе тексерт әдісі арқылы, яғни әрбір жұптың, әрбір баланың көршісі бағалайды, бағалау процесін жүреді. Ал мұнда ақсүйекті таба алмаған, жаңағы Ырғызбай ауылынан 2 ақсүйек табылмапты, ал бізде Кеңгірбай ауылынан 1 ақсүйек табылмады, ал Кеңгірбай ауылынан кешіріңіздер, барлық ақсүйектер табылды. Ал бізде Құнанбай ауылынан 1 ақсүйек табылмады. Жалпы балалар бүгінгі ойынды қорытындылай келе бағалау процесін жүргізіп алыңыздар, бір-бірлеріңізге. Балалар, олай болса біздің сабағымыз ұлттық ойындарға негізделген сабағымыз осымен тәмам. Яғни бұл сабақты өткізу мақсатында сіздерге ұлттық құндылықтарды дәріптей отыра, насихаттай отыра, ұлттық ойындарымызды біліп жүрсін деген мақсатта осындай ойындар өткізілген болатын. Бағалау аламан бәйге әдісі арқылы берілген болатын. Кімнің аты бірінші келді, яғни топтың ішінде өзара жарыс болды, яғни топтың ішінде де осылай бағалау жүргізесіздер. Бұл аламан бәйге әдісі арқылы бағаландыңыздар. Жақсы ма? Енді балалар, сабақтың соңында сабақ қалай өтті? Тақырыпты сіздер түсіндіңіздер ма? Түсінген жоқсыздар ма? Немесе барлығы да түсінікті және басқаға да түсіндіре аламын деген ұяшықтар таңдайтын болсаңыздар, осы асық ату әдісі арқылы, яғни асық ату ойыны арқылы сіздер рефлексия жасайсыздар. Келіңіздер. Жарайсыңдар балалар, енді сіздердің эмоцияларыңызды білу мақсатында сіздерден де сұрағым келіп тұр. Жалпы сіздердің ойыңызша сабақ қалай өтті және нені жетілдіру керек? Бүгінгі ойында әр ауылдан бір адам сөйлеп шықса. Бүгінгі біздің ауылымыздың аты Кеңгірбай ауылы болған болатын. Бізде ең оңайы деп, өзіміздің ойымыз бойынша ең оңайы болған бұл ақсүйек ойыны болған болатын. Балаларға бәрі ұнады және өте оңай болды. Әрине формулалардың көптігі бар, бірақ егер жетілдіретін болсақ, әр ойын өзіміз үшін оңай екендігін көре аламыз. Жақсы. Бүгінгі біз Ырғызбай тобы болдық. Бұл сабақ өте тамаша өтті. Біз көптеген формулаларды қайталап өттік. Бүгінгі сабақтағы бізге ақсүйек ойыны өте қатты ұнады. Себебі біз бәріміз есептен шығарып отырдық. Біздің тобымыздың аты Құнанбай ауылы. Бізге ұнаған ойын ол қазандық ойыны, себебі ол тапсырма арқылы біз барлығымыз топ бойынша орындай алдық тапсырманы, яғни барлығы ат салысып отырды. Бізге осы сабақ қатты ұнады және дегенде мұғалімге рахмет. Сабағымыз жақсы деңгейде өтті деп мына рефлексиядан да көруге болады. Енді үйге тапсырмай 22-де 7-ші есепті аласыздар. Сау болыңыздар.